баса берсеңіз болады. Алайш. Кетіп жатыр ма? Баса қостық. Ал, жатыр, көмейді. Чисто. Мынау Стол қылсаңыз. бүгін Алматының төрінде, Алатаудың бөктерінде бір тамаша күні үлкен бір өткен өмірдің елестерін еске алу үшін кезігіп отырмыз ғой. Бақыт елден келді міне. Анау Японы бар қасында, Моңғол азаматы бар, үлкен шаруалармен келіп, шаруаларын бітіріп ап, енді елге қайтайын деп жатқан моментте барлығын енді мына жиендер түсіріп қаламыз, интервью аламыз. Бізге болашақта керек дегеннен кейін үстіп осындай бір әңгімені бастап жатырмыз ғой. Біз мысалы мен міне 84-тен 85-ке кетіп барам. 6 айдың 2-сінде осы жылы 85-ті бастаймын мен. Ал енді 85 жас деген ол аз ғұмыр емес. Бірталай өмір кештік. Сонау балалық шақтан еске алатын болсақ, біз сол мал шаруашылығымен айланысқан көшпенді жаз жайлау, қыс қыстау, күз күзеу деп жылдың 4 мезгілінде көшіп қонып, өзі жайыменен жүретін қазақтың ұрпағы болдық. Біздің бастапқы өміріміз кигіз үйде өтті. Қыста сол қысы жазы жылдың 4 мезгілінде кигіз үйде өмір сүретінбіз. Ортада үлкен ошақ болады. Сол ошаққа от жағып, ашық от, соның үстінде 3 бұт дейді, сондай бір 3 аяқты мосы дейді, соларды қойып қояды да тамақ істеп, үйдің іші жаппай жылынады, соныменен сөйтіп ғұмыр кешкен халықпыз. Ал енді бүгін сол анау 80 жылдың, 85 жылдың алдындағы өмірменен, одан кейінгі өмірменен салғастырсаң, бәрі мүлде басқа. Қоғамдық формацияның өзі өзгеріп кетті. Біз социализмді, сол алғашқы өмір сүріп жүрген шағымыз феодализм деп жатты. Одан кейін 1921 жылдан бастап ойбай социализмге көшіп жатырмыз. Жаңа қоғамға өтіп жатырмыз деді. Әсіресе 23 жылдан бастап. Ал оның да өзінің қызығы шыжығы көп екен. Шыжығы. 1959-дан 60 жылдары ойбай колхоздастырамыз. Бірлестік құрамыз деп, бүткіл халықтың қолындағы малын сыпырып алды. Сол әйтеу белгілі бір мөлшерде ғана мал қалдырды. Осымен жасақтайсың, ана үкіметтің дүниесі болады деп, халықтың қолындағы малды сыпырып алып. Сіздер енді феодализмнен капитализмді аттап өттік. Социализмге тура бардыңыздар. Біз кезде бір қызық лозунг болды. Капитализмге алғысшы дейді. Ана капитализмді аттап өтіп, феодализмнен социализмге түсіп кеткен. Біз осында ерекше халықпыз деп партияның ұрандауында, үгіт насихатында сөйтіп жүрген заман болды. Сосын жаңағы 59-60 жылдары бүткіл малын алып, колхоздастырып, елді ұйымдастырып жатырмыз деп басқаша бір тірлік бастады. Бірақ оның да ғұмыры ұзаққа бармады. Өйткені адамдарда бір қызығу жоқ болды. Бәрін сыпырып алған, біреулерге айтып, біреуін бақтырып қойған. Енді жұмыс жоқ жүрген адам деп ана малдың жай жапсарыменен жұмыста білетін, малдың сырын білетін адам жоқ. Ойбай, жесір әйел, жетім балаға беріп жатырмыз, жұмыстатып жатырмыз, еңбектендіріп жатырмыз деді. Оларда практика жоқ қой. Көп адам сол мал баға алмайды, қиыншылық шегіп жатты. Мал баққанға бітетін нәрсе ғой бәрі. Сонан 60 жылдарға келгенде енді біз өндірістер саламыз деді. Сол елде өндіріс бастаймыз. Сол үшін мына Қазақстанның болашақ бағдарламасы дейтін бағдарлама бар ғой. Соғысаған оларда да болашақ бағдарламасын сол 60 жылдардан бастады. Сөйтті де көп баланы шетелге оқуға жіберді. Әсіресе мына СССР деп тұрды сол кезде, сол елдерге бәрін сабаққа жіберді. Оқытты, тоқытты, әртүрлі маманды. Бірақ енді ол кездерде сол елдердің мына социалист лагер дейді, сондағы елдерден бір өндіріс сап берді Моңғолға. Мысалы Германияда кілем фабрикасын сап берді. Анау Болгариядан келіп дубленкінің заводын құрып берді, терилетіп. Әрбір Чехословакиядан келіп мына ешкі терісі, қой терісін өңдейтін заводтар сап берді.
соған бір Япониядан мына ешкінің түбітінен бұйым шығаратын завод сап берді. Сөйтіп көп көріп келе жатқанда енді қайтып 91-92-ден бастап мына жаңа заманға көшіп кетті. Орыс империясы құлады, сосын ел азаттық алдық деп, және нарықтық экономикаға көшеміз деп көшіп жатқан жағдай осы. Нарықтық экономикада өмір сүріп жатыр қазір. Бұның өзінде бір 32-33 жыл міне қалыптасып кетті. Осындай тарих. Сосын кейін сол Горбачевтың жылмығы дейтін бір керемет заман болды. Сол Горбачевтың жылмығында мынау ана жүйеменен отырсақ дамымайды екенбіз. Қақ қойып деп Америкаға барды, капиталист елдерді аралады, көрді. Ойбай болмайды екен, біздің мына өндірісті басқаша дамытуымыз керек екен. Мына адамдар қызығып өзі жеке адамның қандай қабілеті бар, қандай болмысы бар, соған мүмкіндік тудыру керек екен деп нарықтық экономикаға көшеміз деп көшіп жатқан жағдай осы ғой. Осы кезде Горбачевтың жылмығы келгеннен кейін елге келдік. Ол кезде Монғолда өте қиын болды. Жұмыс жоқ, адам деген қалың, қымбатшылық басып кеткен. Сосын Монғолдар бір жарымы Кореяға кетіп жатты, оңтүстік Кореяға. Бір жарым Японға кетіп жатты. Сол кезде біз онда Қазақстанға барып жұмыстайық деп, сол болмысты пайдаланып, осында көшіп келдік қой. Міне көшіп келгенде 31-32 жыл болып кетті міне. Соның өзінде, осы жердің өзінде міне 31 сол 94 жылдан бастап осы жерге келдік. Сол 94-те келгеннен бері осы кәсіп, осы тірліктерді істеп жанталасып жатырмыз. Өзі кімге ауыр тиеді дегенде алғашқы көшіп келгендерге ауыр тиеді. Осында бәрін сендер біттей күндеріңде келдіңдер, мына жерде алдың бесікте келдіңдер. Мына топырақта еңбектеп жүрдіңдер. Енді қазір сендердің өздерің міне үлкен жігіт болдыңдар. Бәрі жақсы болып жатыр қазір. Тірлік, әркім өзінше тірлік істеп, кімде қандай қабілеті бар, сол қабілетінің дәрежесінде қызмет істеп, еңбек жасап, өмір сүріп жатқан жайы бар. Енді бізге көп нәрсе қазір біздің заманымызда жоқ информацияның бәрі сендер қолдарыңда тұр қазір. Интернетте жоқ нәрсе жоқ. Не сұрақ қоясыңдар, бәріне жауап тауып аласыңдар. Біздің заманда ондай түкте жоқ болды. Сіздер Совет үкіметінде оқыдыңыздар ғой. Сол кезде кішкене өркендел Советі болды. Сіздердің сауаттарыңыз... Мысалы, мен Киевте оқыдым. Не? Киевте мына қол жетпейтін жердегі технологиялық процестерді автоматтандыру деген мамандық бойынша оқып шықтым мен. Пашкадарың ана Одессада ұн өндірісінің технологы болып бітірді. Бидайды өңдеп, ұн шығару мәселесімен технолог болып сөйтіп бітірді. Соны елге бардық та қайта апашкаларыңа жұмыс болды, ұн өндірісі болды, сонда кіріп жұмыс істеп кетті. Бізге ана автоматтандыратын үлкен процесті өндірісте жоқ, түкте жоқ. Сосын сен орыс тіл біліп тұрсың. Ана орыстар жұмыс істеп жатыр, кигіз етік фабрикасын барып басқар деп. Сол кигіз етік фабрикасын басқарып сөйтіп жүрдік бір кезде. Орыс тіл білесің, ана орыстармен жұмыс істеді. Осындай тағдыр болды. Ай міне енді, мынау өмір ғой баяғыда. Монғолияда туып өсіп, қайтып бір жарты өмірден кейін қайтып мына қазақ еліне келіп, қазақ топырағына келіп бүйтіп өмір сүріп, мынау енді бір заман сондай ғой. Бұл енді жалғаса білетін нәрселер ғой енді. Иә. Ал енді мен мына сіздер көшіп келгеннен кейін жиі келіп тұрамыз мына Қазақстанды көріп. Сіздер көштіңіздер. Біз бір Монғолияда сол туған жерімізді қия алмай қалдық. Міне бүгін сіздердің төрт жайлау, кең жайлаударыңызға келіп, бір дидарласып, бір үлкен қуанышқа бөленіп, соның ішінде мына жерде міне жиеннен туған жиеншардар келіп, сіздермен әңгімелессек, кеңессек, сырлассақ дейді. Міне мынадар үлкен ер жетіп оқып, мынадардың барлығын енді қызықтап жатқанда мен қатты қуанып отырмын. Енді мен Монғолиядан келдім. Сонау Монғолия дейсіңдер, енді алыс жер, алыс болғанмен
Монголияның Улан Батыр қаласынан Байың өлкө аймағынан қазақтардың сол жерінде өмір сүріп тіршілік етіп жатырмыз. Баяғы осы нарықтық заман ол жерде де еңбек ету кім жақсы істейді сол жақсы өмір сүріп жатыр. Еңбек етпегендер енді осалда өмір сүріп жатыр. Сонда еңбек етіп келдік. Өздеріңіздің көшкеннен кейінгі Моңғолдың өркенін жалғастырып жатырмыз. Міне сендердің жиендер енді папаларың, мамаларың бәрі сол Моңғолда өсіп өнген. Содан келіп енді міне жерде міне тарих жалғасып, қандай тамаша болып жатыр. Бұл қазаққа бұл көшу өзі міндетті түрде жалғасқан ғой деймін енді. Енді қазақ елінде енді қайда көшеді енді осыдан тұратын шығар деп ойлаймыз. Енді менен жаңа анадар сұрап жатыр. Не еңбек етіп, не істеп Моңғолияда өсіп жатсыңдар дейді. Мен енді өзім жасымнан бір техникумда оқып, бір жоғары мектепте оқып, қыр шаруашылық институтын оқып тауыстым. Бірақ та өнердің саласында жүрдім. Өнердің саласы дегенде спорт саласында. Сонымен тіршілік еттік. Соны қудық, артынан түстік. Осы берілдік енді қазақша айтқанда. Енді мына аяштардың мен тәкеңнің сол қолында өстім. 10-ші ауысып барғаннан кейін. Осылардың арқасында осындай дәрежеге жеттім деп мен өзім осы жүрген жерімде бәрінде айтам. Осы кісілердің көмегі болды. Бұл кісілер кішкене сауатты, сырттан тауысқан, сол заманда ондай интеллигенттер аз болды ғой. Сол заманымызда. Сендер енді оны тарихтан болмаса көп білмейсіңдер. Өркеніміз аз болды. Социализм заманы дейтін бір заман болды. Біргелкі айлық алып, біргелкі өмір сүретіндей. Мынандай нарық заман жоқ. Солындай өмір сүріп сүріп. Мен өзі енді нанымды дейін бе, сол енді спорттың арқасында тауып жеп, осындайға жеттік. Міне пенсияға келіп, 70 жасқа келіп, сүтіп міне қыдырып жүрген жағдайларымыз бар. Сендерді көріп қаттым ғой, мен келешекте сендердің жолдарың ашық. Мынандай замандарың да жақсы, әдемі. Сізде үлкен табысқа жетеді дегенге кәміл сенеміз. Жарайсыңдар енді бүйтіп біздерден әңгіме сұрап жатқандарыңа көптен көп рахмет. Өздеріңнің ойдарыңа не толғайсыңдар. Не істегідерің келеді, не білгідерің келеді. Сұраударың қандай жақсы. Осы адам оқып, сұрап қана келешекке жететін болып отыр ғой. Әйтпесе біліп тұрым, мынаның телефон ішінде бәрі тұр деуге келмейді. Сондықтан енді табыс күтем. Мықты денсаулық. Еңбек етіңдер. Еңбек етсеңдер жетесіңдер тілек армандарыңа. Еңбек дегенде сендердің ғылым мен білім, екінші мына жұмыс деп шынығударың керек. Еңбек дегенге кіретін. Дегешін кітап оқпашын телефон қарағаннан үлкен табысқа жетпейсіңдер. Спортпен көп шұғылданударың керек. Спорт дегеннен шынықтырады адамды. Басында шынықтырады, денесінде шынықтырады, барлығына жетеді. Моңғолияда қазақтардың ішіндегі ең табысқа осы жаңа заманда алдыңғысында артқысында да араласып, анау 80 жылғы бақыт Олимпиадаға қатысты. Анау Америкадағы Толедо дейтін қаладағы әлем кубогына қатысты. Біз сол ана бір жылы Америкаға барғанда, сол анадар кубогына қатысқан адам деп едік, неден интернетіне қарап, әшейін сол жылы сол қалада шыққан деп, ана біз барған жер бір демалыс жер екен, ыстық суық суы бар бәрі. Әгдер әшейін бізді деген ешқандай белесіз кіргізіп, көтіп кеткенше бақыттың арқасында жырғақ болдық. Бәрі тұрады екен оларда. Тарих болып әшейін тұратын дүниедер екен. Енді соның арқасында бақыт бір адамдай нәтиже тапты ғой енді. Қанша алтын, күміс медаль алды халықаралық сайыстарға қатысып. Ана Моңғолдың неме деуші еді? Ұлттық күрес қаршыға. Ұлттық күрестен қаршыға деген 3 рет қайталаған адам. Ол кез келген сөйтіп оны қайталай бермейді. Сондай. Сосын ерекше бағалады моңғолдар, бар атағын берді. Қазақстанда қарап қалған жоқ. Өзінің атағын берді. Сосын Моңғолиядан үлкен спорт сарайын салдырды ғой өзі. Сол спорт сарайын бақыттың атына беріп қойды қазір.
Сосан бақыт туралы қилы жол, қиян асулар дейтін кітап шықты. Нар тұлға дейтін кітап шықты. Тағы да бір кітап ұйымдастырамыз ба деп отырған ойдары бар адамдар. Жарайды деп отырмыз. Материал дайын тауып береміз. Осы ұқсаған нәрсе жақсы нәтижеге жеткен, соның игілігін көріп отырған адамда бақыт. Керемет. Қайсыңа болса да үлгі бола алады. Еңбекпенен, спортпенен, оқу тоқумен бәрінде ұштастырып, талай ел көрді, талай жер көрді, талай сын сағаттарды басынан кешірді, қорытынды жасады. Соның нәтижесінде жақсы табыстардың арқасында Моңғол елінде, сыйлы жерінде, сыйлы болып ғұмыр кешіп жатыр. Осы керемет нәрсе. Бұлар енді үлкен. Бұлардың жол алдында ғой енді. Естен дейді енді келешекте. Бұларға сіздерде енді Алланың берген мынандай үлкен, Қазақстанның Алматының мынандай үлкен, Алатауына мынандай жер алып бүйтіп, еркіндікте мынандай бүйтіп бір жақсы. Бұл екінің бірінің қолынан келмейтін, мына ұрпаққа қалдыратындай мынандай істеп жатқандарыңызға ерекше ризамыз. Мынандай. Мынау тіпті енді жазда болса қандай етпен жазда. Біздің ең негізгі планымыз осы жерге, осыларға барлығын құрып беріп кету ғой. Мына ұлттық үлгідегі этноауыл дегенді қалай құруға болады, қайтып жұмыстатуға болады. Сосан қазақ барда, осы ұрпақ барда, неше ғасыр болса да бүйтіп дұрыс жалғасып бірінен келесіне кете беретіндей, бір халықтың рақаттанып келіп, дем алып, разы-хош болып кететіғын бір жақсы қазақи ортасы болса екен деген тілекпенен істеп жатқан нәрсе ғой. Сондықтан сендер қазір бәрін көріп алдыңдар, біз көзіміз барда бәрін үйреніп жатсыңдар. Ары қарай өз идеяларыңмен дамытып кетесіңдер. Мына жерде не жетіспейді, қайту керек, қалай істеу керек деген нәрселер енді сендердің мойындарыңда. Ол үшін жүрудерің керек, тұрударың керек, көп нәрсе көрудерің керек, салыстырып көріңдер. Таным дейтін нәрсе салыстыру арқылы жетілетін нәрсе. Сондықтан мына жердегі бүгінгі нәрсе ертеңгі талапқа сай келмеуі мүмкін. Сондықтан болашақта бұны сол әрбір дәуірдің, әрбір уақыттың еншісіне не бұйырды соған сай жұмыстатып, мынау ұрпақтан ұрпаққа қалатұғын бір нәрсе ерекше. Соның өзі әрбір алғашқы басталғаннан бастап қайтып басталды, ана интернетке қойып қойдыңдар. Енді соның бәрі бір музей тұру керек. Әрбір нәрсенің. Сонда шетелден келген адамдар мына этноауыл дегенде қазақи тұрмыс салт қалай болған, көшпелі өмір деген қалай болған, оны қайтып тұрмыс кешкен, сол дүниесінің барлығы көрініп тұруға тиіс. Біз сол проектін жазып қойдық, көп нәрсені жиыстырып жатырмыз. Сол ары қарай сендер жалғастырып кетесіңдер, дамытасыңдар енді. Барған сайын. Өйткені мынау әрбір қаланың өзі Золотой Квадрат дейтіні бар. Мынау сол Алматының Золотой Квадраты деген сөз. Башдағы ең керемет жер. Ал осы жерде сол адамдар келгісі келеді, дем алғысы келеді. Қаладан шаршағандар айғай шудан, түтін иіс қоңыстан, бір жыр келіп бір дем алып кеттік қой деп бәрі рахметін айтып жатады. Сосын бәрін жалғастырып кетесіңдер. Біз қайтып жұмыс істедік. Бізді көрген сендер солай жұмыс істеп, бұны ары қарай алып кетесіңдерді ұрпақтарың үйретіп. Ендігі келестерге осылай. Алдыңғы қариялар бізге осыны аманаттап кеткен. Ең нәрсе адам үшін істеу керек, халық үшін істеу керек. Сонда ғана ана жаратушың да қош көреді, ана халқыңның ізгі тілегі саған жұғысты болады. Сондықтан мына жеке бастың, бір қара бастың дүниесін деп ақша қуып, дүние қуып кететін болсаң, ол онша жақсы нәрсе болмайды. Рухани дүниеменен мына дүниеңді тең ұстап, шама келсе мынауыңды биіктетіп, ананың арқасында. Ана ұрпақ тәрбиелеп алу керек те, солар болашақ, солар сенімді алып кететіндей қалде болдыру керек. Қазір оның бәріне мүмкіндік бар енді. Бар енді бала кезінде осында өскесін, ол балалық шағының
несін тастап қойма, ары қарай қалай өркендетіп жоғары алып кетсек ниетте жүр ғой. сол Дамытып мысалы сіз енді фундаментін қойып бердіңіз, бұларды ары қарай көтеріп алып тіпті мынау бір кереметі мен өзі ой құйылып тұратын адаммын, идея. Мына болашақта енді мынаны бір жақсы дамытып, ана қоршаудағы жерге қалың идеяларын салып құрсаңдар, мына сайдың аузында olsunдар. Ана сайдың басында тұйықта ана бір қайнап шығып жатқан қайнар су болды. Бастау. Соның басын біз жауыптық та демлеп отырып, екі шланғы шығарып, біреу артық су ағып жатады, мал ішеді, аң су ішеді. Енді біреуін осында алып келдік. Енді соның басына бие байладық біз. Сол тұлсыған ен дала жатыр ғой. Қазір ойлаймын анаған, бір кішкене қаржысы бар адам басына жолды жөндеп жіберіп, мына сайдың басын ешек сендердің бизнестерін жүріп жататын. Келешекте болады. Келешекте. Ол бір күнде болады. Резервте тұрады анау. Резервте тұрады. Сондай керемет. Мұны бұрын қандай еді, қазір мынандай Сақтап жібеді. қаламыз болашақта деген бастарына келіп тұр ғой. Мына ұлдар енді мынандай үлкен интервьюны алып жатыр, міне үйленіп жатырмыз дейді, бастап жатырмыз дейді. Сендер енді мынадарыңды жалғастырып, мына келген үлкен кісілер келеді осында. Тамақ ішеді, саяхаттайды. Содырмен де қарап тұрып кездесіп, аймандасып, сәлемдесіп, кеңесіп, ата деп, аға деп, содардың қасынан не ойыңыз бар, көңіліңіз қандай дегендердің барлығы мына жерден қасында бір кішкене, 1-2 минут болса жазып ақ болғандарыңа. Оның ой неме деп ойлайды екен. Мысалы, көңіл күйі қандай екен, ішкен тамағына дәмділігі қандай екен деп барлығын жазып алып бүйтіп көріп тұратын болсаңдар, қандай тамаша. Мұның өзі үлкен тарих қой, тарих болады. Тарих осыдан жалғасады екен ғой. Енді бұрын қалған тарихтар жоқ болып тұр ғой енді. Жаңа яштың айтып отырған. Енді үлкен тарих басталады, нағыз тарих басталады. Енді тарих басталады, нағыз. 21 ғасырдар дегенің енді үлкен тарихтың заманы болады ғой енді. Бұлар өте ерекше екен. Нәрселердің барлығын немен етіп жатыр екен. Осындай болып жатқан дағдардың барлығы. Қандай тамаша. Мынау енді кереметі қазақ дейтін халықтың мүддесі осы Қазақстан топырағында қорғалады. Ал енді ана Моңғол дейтін елдестік, олар өте жақсы халық. Керемет бізді сыйлады, оқытты, тоқытты, көзімізді ашты. Соның арқасында біз осында келіп, осындай тірліктерді жалғастырып жатырмыз. Не секілді кәсіпкерлер шығып жатыр бізден, елден келген. Енді мынау қазір өздерің біліп осындар, бір жақсы жүйесіз жағдайда келе жатырмыз. Мына елді жайлаған коррупция дейтін нәрседен болып, көп нәрседен, көп уақыттан ұтылып жатырмыз. Бірақ бұл көпке бармайды, ұзаққа бармайды. Бұл таяу жылдары шешіліп кететін нәрсе. Сосан кейін бұл елдің болашағы шексіз, өте жоғары. Сондықтан қалай осы бүткіл ғылыми адамдары, осы мынау әртүрлі саланы меңгеріп жүрген адамдардың бәрінің көкірегінде бір жақсы нәрсе бар. Тек қана мына бір демократиялық қоғам орнап, ана коррупция дейтін нәрсенің жолын тыйсақ, ой керемет болып кететініне бәрі сеніп тұр. Халықта бір үлкен сенім бар. Тез көтеріледі. Ана Дубайынан біз екесе жақсы болып кететін варианттан айырылып отырмыз деп қазір көп ғылыми адамдар айтып жатыр ғой, шықылықтап. Сол болашақ сендердікі, керемет. Мынау айтып басқа негізі ғана. Фундамент ғана құйық қойдық, енді ары қарай конструкцияның барлығы ана проектіде тұр, жазу тұр, сол бойынша соны дамытып кетесіңдер болды. Керемет жақсы нәрсе болады. Енді Қазақстанның өркені осы жастарда ғой енді. Өйткені сендердің идеяларың көп болады. Ал соны мына жақта бітті жерге талай нәрсе істеп кетесіңдер. Талай. Сосын ана ұрпақтарың үйретіп кетесіңдер. Ана қариялар, ақбастылар айтып кетіп еді ғой, ақсақалдылар. Осы сендерге аманаттап кеттік бұны. Тіпті мен ойлаймын, ана осы біреу пендешілдік қып, анау отырған үйімді сап жіберем, мен бұл жерге келмеймін деген нәрсе болмасын. Мынау ортақ дүние болып қалсын бәріне.
кім мықты ортасында, кім басты, кімнің жүрегі үлкен, бәрін сыйғызып шыдайды, қамқорлық қала алатын. Сол басқарып, осыны алып кете беру керек. Ең керегі сол. Соны ана дұрыс ұйымдастырып, дұрыс басқарып, дұрыс өздерің алып кетсеңдер болды. Міне, қандай тамаша. Иә, біз қонақпыз ғой енді. Біз содағы қазір Мұқағали иш айтқанда келместің кемесін күтіп жүрген адамдармыз. Ай, ай, ай. Келместің кемесі келген күні біз аттанамыз да кетеміз. Шын ғой. Иә. Бірақ разы қошпыз. Және алып кететін сендер ұқсаған азаматтар тұрғанда бізде алаң болмаймыз. Біз о дүниеде жүрсек те энергиямыз бәрібір келеміз, көреміз, кетеміз сендер. Разы болып жүреміз, жақсы деп жазсаңдар. Қолдаймыз, қоршап жүреміз. Ол сондай нәрсе. Міне, талаптыға нұр жауады дейді ғой. Сендірген нұр жауып, жаңа Аяштың айтқанын жалғастырып міне енді. Дәм біледі, құдай біледі, біз де келіп жатамыз ба, қайдан білесің? Иә. Біздің келмесек те бала шағадарымыз келіп жата ма? Міне, осындай ептеп, осы тарих ұстып қалып жатқанда міне, кімнің кім екенін жақындасып, сөйлесіп үстікенен кейін мана білседі ғой. Әйтпесе сыртынан қара болып қайту ұқсады. Сол секілді міне, істерің өте оңнан болсын енді. Қандай тамаша. Дүние ғалымдар айтып жатыр да, мына не секілді апаттар болып жатыр. Ай, ай, ай. Не секілді бір анау, мына тынық мұхиттардың астынан бір, ана Австралияға ұқсаған бір нелер бөлініп шығады, көтеріліп шығады деп отыр да. Заңдылық солай дейді. Сонда ана теңіз бойындағы көп жердегі судың астында кетеді. Ол ана бас жақтан бәрі басқарылып тұрған нәрсе деп отыр. Ал сол кезде мына жердің кіндігі осы Қазақстанда екен. Бұл елде керемет бір қоңыржай климат пайда болады деп отыр сол кезде. Сонда осы жердегі адамдар жақсы өмір сүретін болады деп отыр. Жазық Дүние ғалымы жазық. Қызылордада, ағы Байқоңырда жер кіндігі. Кіндігі. Деп. Ең жақын, ең тез шығады ғой. Рысқұтсыз космосқа. Осы кіндігі Қазақстанда. Қазақстанда енді ол. Өте ғажап қой. Қазақстанның жері үлкен, мынау табиғаты мол енді. Ие болып отыратын ғана енді осы жастар ғой әйтпесе енді ол. Иә. Басқа сырттан келіп біреулер басқаратын емес анда. Керемет болады. Керемет болады. Мына ұқсап отырмайды. Отырмайды. Ел бір серпіліп бір көңілі көтеріліп, бір рухы көтеріледі. Аяғы. Сол кезде керемет болады. Болады.